37-ші сұрақ. 2,2-ден 1 азайтылған 7-ден 6 өрнегінің дұрыс шешу жалғасын көрсетіңіз. Осы амалды орындау үшін алдымен 2 бөлшекті ортақ бөлімге келтіру керек. Сонда мына жерде 2,2-ден 1 азайту 7-ден 6 осы өрнекті алдымен көшіремін. Енді ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 2 мен 7-нің ол 14 саны. 14 ең кіші сан 7-ге және 2-ге бөлінетін. Сонда мына жерге 7 береміз, мына жерге біз береміз 2-ні. Сонда 2,14-тен 7 азайтылған 14-тен 12. Осы амалды іздейік. Қайсында осындай сандар берілген. 2,7-ден 14-тен 7 дұрыс. Азайту 14-тен 12, мына жерде 6. Ол бізге жарамайды, өйткені 6-ны міндетті түрде 2-ге көбейту керек еді. Сонда А жауабы кетеді. Мысалы, екіншіде мына жақта не 12-ден 4 деп жазылып тұр, 14-тен 12 деп жазылып тұр, ол бізде дұрыс. Бірақ бірінші бөлшек басқа. Неге ол басқа болуы мүмкін? Өйткені 7-ден біз 12-ні азайта алмаймыз. Сол үшін бүтіннен 1 бүтінді қарыздаймыз. Мына жерде 1 бүтін қалады. 14-тен 1 бүтін көбейтіледі 14-ке, қосылады 7-ге. Шығады 21 үстінде. Азайту 14-тен 12. Осындай амалды іздейік. 1 бүтін 14-тен 20, мына жерде 21. Б жауабы кетеді. С жауабында 1 бүтін 14-тен 21 дұрыс. Азайту 14-тен 12 дұрыс. Сонда С жауабы толығымен келеді. Ол дегеніміз С ол дұрыс жауап.